Біздің қазақ өзіміздің ұлтымыз ғой, негізі мен білем ғой өзіміздің. Біздің ұлтымыз 50-ден кейін о дүниеге дайындалады, өлетінге дайындалады, о дүниеге кетуге дайындалады. Өйткені біздің ұлтымыздың о дүниеге кетуге дайындалатынын мен қайдан білем? Жүрістерінен білем. Бүкірейіп жүрген жүрістерінен ақ білем. Кемпір болуға дайындалады, кемпір болуға. Дайындалмаңдар әлі, ерте 60 жас, 50 жас деген. Ерте әлі. Дайындалмаңдар, ана бастарыңды көтеріңдер, емчектеріңді көтеріңдер, ана салақтатпай. 50 жас деген жаспыз біз, 60 жаста жас. Анау бүкірейіп, бет ауыздары жабылып, о дүниеге дайындалып, кемпір болуға дайын тұр. Содан кейін ауырасыңдар. Ана мына екі жауырын былай қарай жабысқаннан кейін өкпе нығалып қалады да, содан кейін өкпенің қызметі жақсы болмайды, дем жақсы болмай, содан қайтесіңдер? Ауырады. Ауырған адам не болады? Көп ауыратын адам қорқақ болады. Өліп қаламау деп қорқады көп адамдар. Өлесің ғой, өлмейсің емес, өлесің. Қайта бір 90 жасқа келіп өлеуге, 50-ден аспай өлмей. Біздің ұлтымыздың бәрі 50-ден кейін қирап жатыр. Ал өзге ұлттарды қарашы, Қытайды, жапондықтарды, кореялықтарды 120 жасты көрсетіп жатыр. Солардың 50-дегі қыздар, 50-дегі 60-дағы қыздарын қарады. Қыздар деп айтуға болады оларды. Менде ғана болып тұр. Мен соларды көремін де, әкең осылар осылай өмір сүргенде мен неге сұра алмаймын деймін. Боқтаймын мен сөйтіп өзімді. Анау 60-дағы 102 жастағы кемпір билеп жүр, ән айтып, йога жасап. Осы Қытайдың осы кемпір жасаған нәрсені мен жасай алмаймын бе? Менің о жерден ол кемпірден қай жерім кемей деймін. Ол жеген нәрсені мен де жей аламын алып. Ол отырған үйге мен де отыра аламын. Менің одан қай жерім кем? Менің одан кемім, менің ойым кем. Ой. Өйткені біз жаман ой. Жаман ойларды көп ойлаймыз. Жаман ойларды. Бұл массажбен қатысы бар. Ертең сіздерге келгенде көресіңдер, өз көздеріңмен көресіңдер. Біздің 50 жастағы кемпірлерді. 50 жаста кемпір емес, біз қызбыз. 60-та да қызбыз. Тік тұрамыз бұдан кейін. Тік жүріңдер. Дайындалмаңдар өлуге. Өлмейміз. Алладан сұрап 120 жас жасаймыз. Бұл дүниенің де қызығын көреміз. Ана беттерің салбыраса бар, витамин дегенді құйдырыңдар, массаж дегенді жасатыңдар. Ана көздің еті салбырап кетті ма, көтіртіңдер, кестіртіп. Көздің астын қалташып кетті ма, алдыртыңдар. Алдыртып, одан кейін жаңып жүріңдер. Содан кейін йога жасаңдар. Қисық омыртқа түзеледі. Ертең арқа массажын белімде грыжы бар деп келеді. Емделеді. Кешегі массаж жасап бересіңдер, 100% емделеді. Содан кейін кешегі жаттығуды үйретесіңдер, 100% емделеді. Мойын хондрозым бар деп келеді, ол да емделеді. Емделмейтін ауру жоқ, барлық ауру емделеді. Рак те емделеді, маған демей тұрмақ. Барлығы өзіңе байланысты. Ал біздегі мысалы 60 жастағы тәтелеріміз бүкірейіп, өзін кәр көрсетіп тастады ғой. Жүрістері бүкірейген, содан кейін қарай арт жақтары дөңкиген, массажға бармайды, йогаға бармайды, жаттығуға бармайды, өздері жасап